Алдыңғы видеода балалардың дамуында қандай да бір артта қалушылық бар болса, оның белгілерін айтып өткен болатынбыз. Енді бұл видеода сондай дамуында қандай да бір артта қалушылығы бар балаларға ең бірінші қандай көмек қажет екені жөнінде айтатын боламыз. Көптеген ата-аналардың қателігі, балалары сөйлемей жатса, баланы жетектеп ең бірінші логопедке апаруы. Әрине, логопедпен жұмыс жасалуы керек, бірақ ең бірінші балаға қажет ем бұл емес. Ең бірінші баланың дамуында не үшін артта қалушылық болып жатыр, соның себебі анықталуы қажет. Жайдан жай балада ауытқушылық болмайды. Міндетті түрде оның қандай да бір себебі болады. Ең бірінші көп кездесіп жататын себеп ол босану кезіндегі жарақат. Статистика бойынша қазіргі таңда нәрестелердің 80% әртүрлі деңгейдегі жарақатпен туылып жатады. Оның кейбірі бала денсаулығына аса қауіпті болмаса, кейбірі баланың дамуына елеулі өзгерістер, денсаулығына айтарлықтай зиянын тигізіп жатыр. Босану кезіндегі жарақаттың екі түрі болады: механикалық және гипоксиялық. Нәрестенің туылу кезіндегі механикалық жарақат алуына босану кезінде дәрігерлердің босану процесін табиғи жүруіне араласып, босану процесін жылдамдату үшін әртүрлі әрекеттерге, мысалы айтатын болсақ, ұрық қабықшасын, орысша айтқанда плотный пузырьды әдейілеп тесіп жіберіп, околоплодный суды шығарып жіберуі жатады. Ондай жағдайларда толғақ қатты күшейіп, бала төмен қарай қарқынды түседі де, ал сіздің сүйектеріңіз әлі толық ашылып үлгермеген болады. Осындай жағдайларда баланың шығуы қиындап, дәрігерлер бұндай жағдайда вакуум қолдануға мәжбүр болады. Осындай жағдайлар дүниеге келген жатқан сәбидің бас сүйегінің жарақат алуы немесе тамырларының қысылып қалуы сияқты әртүрлі деңгейдегі жарақатпен туылу қаупін жоғарылатады. Ал екінші гипоксиялық жағдай миға кислородтың жетпей қалуымен сипатталады. Осындай екі жағдайдың біреуі болса, ең бірінші осыны емдеу қажет. Ол үшін ең бірінші қаралу керек маман ол остеопат болуы қажет. Остеопатия нәрестелердегі әртүрлі туу жарақаттарының салдарын сәтті жоюға мүмкіндік береді. Мысалы, көз алдыңызға шлангадан су келіп жатқанын елестетіңіз. Егер шланганың су келіп тұрған жерінен бір бүктеліп қалса, онда су дұрыс жүрмей қалады да, немесе мүлдем шықпай, ол судың басқа жақтан тесіп шығуына алып келеді. Біздің мидағы қан тамырларымыз да дәл сол сияқты жұмыс жасайды. Ми қан тамырлары арқылы үздіксіз қан айналым жүріп тұруы қажет. Енді сол қан тамырлар қысылып қалса, мидағы қан айналым дұрыс жүрмей, бұл баланың дамуына үлкен зиянын тигізеді. Ал остеопатия маманы осындай жағдайларды ешқандай отасыз, жаймен, қолымен баланың басына массаж жасау арқылы қалыпқа келтіре алуы мүмкін. Сондықтан остеопатқа мүмкіндігінше тезірек бару өте маңызды. Нәрестелерде босану кезінде жарақат алғанын қандай белгілер арқылы байқауға болады? Соған тоқтала кетсек. Бірінші белгі ол нәрестенің себепсіз жылауы. Келесі белгі емізуден кейінгі жиі құсулар болса. Одан кейінгі белгі бұлшықет тонусының бұзылуы, басын ұстай алмауы. Келесі белгі нәрестенің тек ауызбен демалуы. Келесі белгі омырауды нашар соруы. Келесі белгі бас сүйегінің дұрыс емес пішіні. Сонымен осындай қандай да бір босану кезінде жарақат алуы мүмкін деген күдік болса, немесе балаңызда жоғарыда аталған себептердің көбісі болса, уақыт өткізбей баланы тез арада остеопатқа консультацияға бір апарып алған дұрыс. Баланың дамуына әсер ететін келесі екінші фактор ол баланың ағзасына қандай да бір витаминдердің жетіспеушілігі немесе баланың ағзасында паразиттердің шамадан тыс көбейіп кетуі. Егер балада паразиттер көп болса, онда олар аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін. Бұл иммунитетке өте қатты салмақ түсіреді де, иммунитеттің 80-90% әрдайым сол аллергиямен күресіп отырады. Ал баланың әрдайым дамып отыруы үшін иммунитетке үнемі бұлай күш түсіруге болмайды. Сол үшін тез арада аллергияны емдеу қажет. Яғни, аллергияның пайда болу себебі ағзаны құрттардан тазарту қажет. Және ағзадағы бұл құрттар өте көп мөлшерде улы токсиндер бөледі де, ол токсиндер тікелей қанмен миға барады.
Осылайша миды зақымдай отырып баланың дамуына айтарлықтай зиянын тигізеді. Бұндай жағдайда ең жақсы көмектесетін маман ол нутрициолог. Ол үшін нутрициолог маманына қаралып, осы маманмен жұмыс жасалуы қажет. Сонымен қатар нутрициолог сіздің балаңыздағы белгілерге қарап, ағзада қандай витамин жетіспей тұруы мүмкін, соны анықтау үшін белгілі бір анализдер тапсыруға жібереді. Және ағзадағы құрттардан қалай денсаулыққа зиян келтірмей құтылуға болатыны жөнінде дұрыс ем жазып береді. Келесі баланың дамуына әсер ететін үшінші фактор ол бала ерте жасынан әлемді цифрлық құрылғылар арқылы тануы. Яғни балаға шектен тыс телевизор немесе телефоннан мультфильмдер көрсете беруге болмайды. Енді ғана әлемді тануға құштар еңбектеп бастаған бала, еңбектеп жан-жақты шаралаудың орнына үнемі түрлі түсті экраннан көз алмай бір орында қадалып отыра берсе, ол баланың сенсорлық моторикасы дамымай зиян келіп, сенсорно-моторная алалия деген диагнозға тап болуы мүмкін. Бұл баланың дамуы артта қалуына алып келетін күрделі диагноз болып табылады. Сол үшін баланы үйде жерге жіберу керек. Бала әлемді заттарды сипап сезіп, аунап, иіскеп, тістеп, аузына салып көріп тану қажет. Әрине, ең бірінші кезекте балаға жан-жағы қауіпсіз болғанын қадағалауыңыз міндетті. Сондықтан, енді ғана дамып келе жатқан балаға барынша цифрлық құрылғыларды көп бермеуге тырысуыңыз қажет. Міне көріп тұрғандарыңыздай, жоғарыда баланың дамуына әсер ететін, баланың дамуына қатысты қандай да бір диагноздағы балалардың басым көпшілігінде көп кездесетін басты себептерді атап өттік. Сондықтан әрбір ата-ана емді ең бірінші сол диагнозды тудырушы себепті жоюмен бастау қажет. Ал егер себепті жоюмен айналыспай, тек салдарымен ғана жұмыс жасай берсеңіз, нәтиже өте төмен болады. Оны қарапайым тілмен жеткізетін болсақ, бір бөлмеге су толып жатыр деп елестетіңіз. Ол суды сіз шелекпен тасып бітіре алмай жатырсыз. Сонда осы жағдайда бөлмеге келіп жатқан су ол себеп, яғни причина. Ал шелекпен тасып жатқан суыңыз сіздің балаңызды логопедке немесе тағы да басқа мамандарға апаруыңыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бөлмеге бір жерден шлангамен су үздіксіз тоқтамай ағып тұруы мүмкін. Ең бірінші сіз сол суды тоқтатуға әрекет жасамай, тек суды шелекпен сыртқа таси бергеніңіз ақымақтық екенін білесіз. Бұндай жағдайда да дәл солай. Мысалы, баланың ағзасында құрттар көп болып, ол соның салдарынан мида үнемі нейровоспаление болып, миды үнемі зақымдап тұрса, ал сіз сол себепті, яғни сол причинаны жоюға тырыспай, балаға қанша жерден логопедке апарсаңыз да, басқаға апарсаңыз да, балада ешқандай нәтиже болмайды. Себебін анықтап жоюмен айналысып бастағанда, әрине логопед, дефектолог, тағы да басқа да мамандарға апарып бастаған дұрыс. Себебі жаңағы бөлмедегі шлангамен келіп тұрған суды тоқтатқан соң, ары қарай толып қалған суды енді шелекпен де сыртқа шығару керек. Сол сияқты себебін анықтап, оны жоюдың жұмысы басталған соң, балада өз қатарластарын қуып жетіп алу үшін ары қарай логопед, тағы да басқа мамандармен жұмысты бастағанда нәтиже айтарлықтай жақсы болады. Логопедтен басқа осындай дамуы қалып қалған балаларға өте жақсы көмектесетін басқа да емнің түрлерін келесі видеода айтатын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болып, каналға тіркеліп, лайк басып, барынша видеоны таныстарыңызға таратсаңыздар, келесі видео жылдамырақ шығатын болады.